8 жыл күттік. Есім Жахангер болады, жасым 33-те, Маңғыстау облысында, Ақтау қаласында 15 жыл болып тұрып атқанымызға. Осыдан 8 жыл бұрын жаңа айтқандай үйлендік, перзент болмады, 1 жыл, 2 жыл қой болып кетеді деп жүрдік, 3 жыл болды. Сонымен емделейік деп уже анализ тапсырып басқа қалдық. Мен сіздерге анализді айтайын, бесплодие деген нәрсе болады. Бесплодие деген ол белсіздік. Бізге айтқан сізде мүлдем бала-шаға болмайды деп, Жаке деп. Мына компанияға 2022-де біз келіп, январда жаңа Асхат мырза Үсен екеуі айтып еді. Витамарин А+, Б+ пен спирулина дегенді біз алып іштік. 2 ай шамасында іштік. 4 апрельде туған күн болса, 2 апрель күні маған подарка болды ғой. Айнұр көтердім деп. Бірақ айта алмадық, оны ешкімге айтпадық. Біз жаңа айтқан осы ішкен бат бәлкім біздің тұла бойымызға бір микро или жаңа айтқан макроорганизм элемент жетпей тұрған болуы мүмкін деймін да, соны ішкеннен кейін біздер көрдік. Бірақ барлық дәрілерді ішіп көрдік біз. Именно осы жаңа айтқан Marina Hills компаниясының өнімін ішкеннен кейін біздер бері қарадық, результатын көрдік. Жаңа айтқандай алғысым шексіз. Олар мен өткенде айтып едім, қыз туылса Марина деп қоятын шығармыз есімде. Менде қыз туылды бүгін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды 4 жасына дейін емізген Халима деген анамыз болған екен. Соны бүгін әкеміз айтты, балам Халима деп қойайық, қайырлы болсын деп. Сол үшін ренжімеңіздер. Мен Марина деп айтып едім, бірақ әке-шешеміз солай деп шешкен екен. Жалпы бүгін ұлан-асыр той енді бұйырса. Содан тағы бір айта кететін жай бар. Осы 1 ай шамасында, 31 күнде серебряный менеджер деген статус жаптық. Біздер осы бизнеске келдік. Бұл компанияға кәміл сеніңіздер, продукциясы 100%. Арман Тосконбаев мырзаға үлкен алғысымды білдіремін. Осы кісі бізге Қазақстанға елім, жерім деп осы бизнесті алып келді. Және де японский фармакология жаңа айтады ғой, баттарды алып келіп, бізге денсаулығымызды нығайтатын жағын, және де жаңа айтқан финансовый жағынан дұрысталатын жолды көрсеткен үшін Алла разы болсын сізден. Соны біліңіздер. Үлкен рахмет сіздерге. Отақаным, Алла разы болсын сізден.